Сәлем бәршейге. Бұл 3D моделинг курсының 5-ші сабағы. Бұл сабақта алдыңғы басылған комнатамыздың ісін давам етеміз. Демек, бірінші айнасын істеп көрсетемін. Стенаны талап, edit модқа өтемін. Енді айнасының бірінші формасын кесіп алу керек. Оның үшін лупкатты аламын. Мына жерден біреуін қоямын. Осыны қойып болып, осыны екіге айыруым керек. Оны екі айыру үшін bevelді алып, былай тартамын. Міне, сөйтіп екіге айырылды. Қараң, сәл төмендеу болып қалды. Мына суретті қарасаңыз, диваннан жоғарылау болып тұрды. Менікі қазір диванға тиіп қалды. Тырылды ұстап тұрып Z-ті басамын, артқа қайтамын. Тағы бір мәрте басамын. Қайтадан лупкатты алып, сәл жоғарылау қоямын мына жерден. Енді қайтадан bevelді алып, былай кесіп аламын. Енді нормальный болды. Енді жоғары бетін мен асты бетін кесіп алдық. Енді екі шет бетін кесу керек. Оның үшін қайтадан лупкатты аламын. Ровно ортасына қоямын. Енді осыны bevelді алып, былай екіге айырамын. Айнаның формасы дайын болды. Енді былай рамкасын шығару керек. Оны шығару үшін ең бірінші болып face модқа өтемін. Insert face'ті аламын. Сөйтіп, осы екі жағын талау керек. Кейін insert face'ті былай басып тұрып шығарамын, ішке қарай. Енді сөйтіп прямо edge'ді басып тұрып, bridge edge loop қыламын. Осындай болды. Енді шетіндегі рамканы шығару үшін просто осы төрт жағын талаймын. Арт бетінің рамкасын істеу керек емес. Тек алды бетін істейміз. Төрт жағын талап болып, отдельный объект қылып шығарып алуым керек. Алдыңғы стенаны істегендей қылып, диванның мына жерінде отыратын жерін істегендей қылып, бірінші соның копиясын шығарамын, shift-дей қылып, осы жердегі face-тің жүздің копиясын шығардым, орнына қайтарамын. Енді P-ны басып, отдельный объект қылып аламын, selection. Кейін edit модтан шығып кетемін. Мына жерде басып көрсем, таланады. Таланды мындай болып. Енді осының edit модта өтемін. Ана басып, бәр жерін талаймын. Ана бассам, бәр жақ бетін талап береді. Енді осыны объем беру үшін, мындай рамка қылып істеу үшін, extrude region аламын да, плюс ұстап тұрып, алдыға шығарамын бұлай. Примерно сондай. Енді edit модтан шығып кетемін. Осындай болып, айнаның рамкасымен өзі пайда болады. Енді екінші айнаны істеуім керек. Оны тап сондай қылып істеймін. Сразу мына жерге бір лупкат қоямын. Bevelға өтіп, былай кесіп аламын. Примерно сондай. Енді insert face'ті алып, face модқа өтіп, осы екі шетін талауым керек. Былай ішке кіргіземін. Енді прямо edge'ді басып, bridge edge loop қыламын. Сөйтіп, мына шетлерін талауым керек. Енді осыны отдельный объект қылып шығару үшін бірінші копиясын шығарып аламын осы жерден. Shift-D. Копиясы шықты, орнына қайтарамын. Бұны басып, selection басамын. Отдельный объект болып шықты. Tab'ты басып, edit модтан шығып кетемін. Осы жерден енді объект талауым керек бұлай. Бұлай екі мәрте бассаңыз, үстінен таланады. Таланды. Енді соның edit модтан өтемін. Өттім, аны бассам, ана жерін талайды. Extrude region'ді алып, сары плюстан ұстап тұрып, алдыға шығарамын бұлай. Болды. Екі айнамыз дайын болды. Енді перде істейміз. Оны істеу үшін таза объект қосамын. Add mesh plane. Слэшті басып, отдельный режимге өтемін. Tab'ты басып, edit модқа өтемін. Осындай перденің формасын шығару үшін лупкат қою керек. Лупкатпен кесу керек. Лупкаттан былай бірімлеп кесіп отырмаймыз.
сөйтіп бірімлеп кесіп отырсаңыз ровно болмай қалады. Соны ровно кесу үшін мына жерде number of cuts дегенді 6 деп қоямын. 6. Пердені істеу үшін қазір бізге 6 алу керек. Енді былай деп мишканы апарып бассам, қараңыз, сразу 6 кат қойылады. Мына мишканың оң жағын басамын, енді ровно ортасына тұрады. Так, 6 кат қойылды. Енді move-ды алып, былай талауым керек. Сіздердің сөйтіп талауыңыз керек. Сонда сондай суреттегідей болып шығады. Сосын талап төменге түсіремін. Сондай қылып. Так, енді мындай қырларын жұмсақ қыламыз. Оның үшін мына қырларды талауым керек. Мынаусын, мынау, и мынау. Осыларды талауым керек. Енді bevelді аламан. Сөйтіп bevelді алып, сарыны тартамын былай. Осындай болып шығады. Так, біреу қалып қойыпты. Ctrl-Z артқа айтаман. Shift басып тұрып тала жеремін. Таладым. Енді bevelді басаман. Осындай болып шығады. Енді мишканың ортасын алдыға қарай тауласаңыз, bevelдің несі көбейеді. Жүзі көбейеді. Кесіліспелер. Артқа тауласам, азаяды. Маған қазір көбейгені керек. Примерно сондай алып қоямын. Мишканы жіберемін. Так, енді edit модтан шығып кетсем, сондай болып тұрады. Аны қайттан сипап қылу үшін мишканың оң жағын басып, shade auto smooth'ды беремін. Так, енді аны кетіп қоюымыз керек. Оның үшін шет беттен қарайман. Сөйтіп клавиатурадан R-ді басаман, ол rotate қылады. R, Y бойынша 90 деймін. 90. Ровно 90 градусқа бұрылады. Қайттан көрсетейін. R, сол rotation, иә. R-ді басып болып, Y-ді бассам, Y бойынша бұрылады. Енді клавиатураға 90 деп жазсам, ровно 90 градусқа бұрылады. Так, енді соған объем беру керек. Сондай объем беру керек. Объем беру үшін edit модқа кіріп, аны бассам бәр жағын талайды. Енді alt ені басамын. Жерден екіншісін талаймын. Extrude faces along normals. Сөйтіп объем береміз. Объем бергенде мына жердегі фейслер бір-біріне былай кіріп қалмау керек. Соның үшін сәл кішкентай береміз объемды. Примерно сондай. Так, енді объем беріп болдық. Енді формасын сол пердеге ұқсату керек. Оны былай скейлмен өзгертсем болады. Қараң, мына перденің слишком аралары ашық емес, соның үшін Y-мен былай кішірейтемін. Примерно осындай. Кейін сәл сосып қоямын былай. Болды. Так, енді мындай домалақтарын істеп шығу керек. Домалақ кольцоларды. Оны істеу үшін таза объект шығарамын. Add mesh torus. Torus деген объект шығардым. Так, енді оны сипап қою үшін torusты талап shape smooth беремін. Сипап болды. Так, енді размерін өзгертемін. Select box талап қояйын. Мына жерде мен қазір клавиатурадағы шорткатлардан пайдаланамын. Олардың жаңа көрсеткендей R-ді пайдаланғандай қылып, scale үшін S-ді басамын. Орын өзгерту үшін G-ді басамын. G, X, G, Z жоғарға, Y шетке, X мына шетке. S, Z, Z бойынша жүріп кетеді. S-дің өзі құры өзі жүріп кетеді, бұлай общий. S, X мындай болып кетеді. R сондай, R, X, R, Y сондай болып кетеді. Бұрады. Соларды пайдаланамын. Сіздер соны пайдалануыңыз керек. Так, оның үшін бірінші шеттен қарап, мына жерден қарап размерін өзгертемін былай, S пенен R, Y, X 90 деп жазамын. Размерін қайттан өзгертемін. G, Z жоғары көтеремін. Так, жоғарыдан қараймын өзім. Жетіні бассам, нападтағы жоғарыдан қарайды. R-мен деп бұрамын. Сөйтіп біреуін мына жерге қоямын. S размерін өзгертемін, мына жерге қоямын. R деп бұрып қоямын. Так, былай қарап көрейін.
G, Z жоғарыға көтеріп қоямын. Так, осындай примерно болады. Қайтадан размерін үлкейтемін былай. S сол примерно болады. Жетінің басы жоғарыдан қараймын. Енді соны алып, Shift-T қыламын. Shift-T, мына жерге біреуін қоямын. Shift-T, мына жерге біреуін қоямын. Давайте өйтіп қоймай-ақ қояйын. Мына екеуін жүріп тастайын. Мынаны қайтадан талап, Shift-T қыламын. Орнына қайтарамын. Сөйтіп, G, Y. Ровно барамын бұлай. Shift-T, орнына қайтарып, G, Y. Сөйтіп үшеуін қойдым. Сонда ровно тұрады. Қазір труба өткерген кезде, труба сол үшеуіне ровно кіру керек. Так. Арт бетінде мына жерде біреу бар екен. Соны қойып жіберемін. Shift-T, орнына қайтарып, G, Y. Мына жаққа барамын. Енді R мен былай бұрамын. G, Y. Ары қайтарамын. Так. Болды. Осындай болып қойып алдым. Так, сәл нақылау қою керек екен. G. Орнында тұра берсін. Z. Енді мындай труба өткеру керек. Труба өткеру үшін цилиндр шығарамын. Add mesh цилиндр. Оның размерін кішейтемін. Edit модта. Былай S кішейтемін. S, Z. S, Z мен үлкейтемін. Қайтадан S кішейтемін. S, Z үлкейтемін. Так, енді R, Y. R, X 90 градусқа бұрамын. R, X 90 деп жаздым. 90 градусқа бұрылды. Енді G, Z жоғары көтеремін. Шеттен қарап, G, X шетке қоямын. Так, мынау слишком артық болып қалды. Размерін S деп көтеремін, размерін үлкейтемін. G, Z түсіремін. Енді слишком созылып кетті. S, Y былай күшейтемін. S, Y үлкейтемін. Болды. Примерно сондай. Яқ, қазір бізде екеуін қояды екенбіз ғой, екі перде. Так, оны қайтадан үлкейтемін. S, Y сондай үлкейтемін. Енді перден нақылау қою керек. Перден нақылау қою үшін бірінші осыларды талдап, кейін перден талдаймын. Так, енді соның бәрін бір объект қылуым керек. Оның үшін сөйтіп талап болып, тырылды ұстап тұрып, J-ны басамын. Join қылады. Бұларды join қылды. Енді сәл шетке қоямын. G, Y нақылау қоямын. Енді осының копиясын шығару керек. Shift-T, орнына қайтарамын. G, Y шетке қоямын. Вот сонымен екі перде дайын. Сәл нақылау қояйын. Енді шетіндегі ұстағышын сілеу керек. Оны сілеу үшін бірінші мына трубаның шетін істеп алайын. Істеп көрсетейін. Так, N-ді басып, трубаның настройкасына келемін. Мәселе scale қате болып тұрды. Бірінші ұсыны бір қылып аламын. Оның үшін object кіріп, apply scale'ді басамын. Бір болды. Енді дұрыс. Енді өзгертсек болады. Сонда дұрыс өзгереді. Так, осындай болып істеу үшін трубаның edit модына өтемін. Басып, ортасына бір кесіп қоямын. Алт жағын алтау болып кетті. Артқа қайтамын. Ctrl-Z. Мына жердегі number of cuts'ты бірге қоямын. Обратно. Енді қайтадан кесемін ортасынан. Мишканың оң жағын бассам, ровно ортаға барады. Енді bevel'ды алып, бұлай мына жерге шейін апару керек. Осы жерге шейін. Болды. Так, енді face модқа өтіп, сол жерлерді талау керек. Қараң. Бұлай деп талап шығу керек. Бірімлеп қолмен талап отырмаймыз. Бұланша дейміз. Альтті ұстап тұрып, мына жерге басып жіберсем, сондай домалақ қылып талап береді. Қараң. Альтті ұстап тұрып, мына жаққа бассам, мына жақ бет талап берді. Егер shiftті ұстап тұрып, мына жақ беттен бассам, сол екі жақ бет талап береді. Маған қазір альтті басып тұрып, мына жақты талаймын, кейін мына жаққа барып тұрып, альт пен shift ұстап тұрамын енді, екеуін талдау үшін екеуінен бірге бір басып жіберемін. Сонда екі жағым талданды. Енді альт енді басамын, extrude faces along normal қыламын. Былай. Болды. Так,
енді екі шетін қытай шығару керек. Мына жақ бетті талап, мына жақ бетті талап, жағдай қыламын. Alt ем. Болды. Енді ұсыларға мынаған bevel беріп жіберсем болады. Modifiers, add modifier, generate bevel. Bevelді сәл өзгертеміз. Қытай сегментті көбейтемін. Мен сондай болады. Енді мына ұстағышын сілеу керек. Пердені ұстап тұратын, тұрбаны ұстап тұратын ұстағыш істеу керек. Істеу қиын емес, ансат. Add mesh куб қосамын. Кубтың размерін күшейтеміз. Edit модта. Сөйтіп, мына жерге апару керек. Осы жерге. Так, GY, GZ, GX мына жерге қоямын. Енді edit модқа өтіп, мына жерін талап, move pen деп соссам болады былай. Я GX десең де болады. Сөйтіп созамын. Extrude face қыламын. Мына жерге біреу. И мына жерге былай жоғарыдан біреу. Болды. Сонымен ұстағыш дайын болды. Соның формасын мынандай қылу үшін, мындай домалақ жұмсақ қылу үшін, осы қырын талдаймын, қырға өтемін, эджіге. Сөйтіп қырын талдау керек. Bevelмен талдаймын. Bevelмен қырын талдаймын да. Bevel тартамын былай. Сөйтіп ұстап тұрған жерімнен мишкінің ортасын алдыға таласам, сондай болады. Примерно сондай қоямыз. Болды. Сәл бетін артқа шығару керек екен. Былай. Енді ұсына размерін күшейтемін. S G Y G Y. Мына тигізіп қоя жаппам, былай кітті көтеріп қоямын. Болды. Енді ұсына екінші шетіне қою керек ұсына. Shift T G Y. Жерге біреу қоямыз. Сәл ақылау қоямын, бұлай түзулеп болады. Так, енді бәрін талаймын бұлай. Бәрі таланды. Обратно слэшті басамын. S размерін күшейтемін. G жоғары көтеремін. G X артқа апарып қоямын бұлай. Так, сәл кіріп кетті дивалға. G X артқа қоямыз. Так, нету болып қалды. Что-то сәл жоғарылау қою керек екен. G Z. Так, біздің пердеміз ұзылау болып кеткен. Оны дұрыстау үшін осы екеуін талаймын. Edit модқа өтемін. Так, вертекске өтеміз. Вертекске точкеге. Енді астын талауым керек. Астын талап жоғары көтеруім керек. Тек алды бет талап қылған, арт бет таламаған. Арт беттерін талау үшін бірінші Alt Z-ке басамын. Сөйтіп болып деп талап аламын. Енді обратно Alt Z-ті қайтты басамын. Сөйтіп жоғары көтеремін былай. Енді бәрі жағы талам деп обратно артқа қарай созып атпан. Артқа қарай. Сол алдыңғы диванды істегендей қылып, диванды былай созғандай қылып, жақтан перденам кішійтіп атпын. Примерно сондай алып қоямыз. Болды. Вроде перде болып қалды. Сәл кіргізіп қоюымыз керек екен. Қайттан ары талаймын. Сол бәрін. Енді G X кіргізіп қоямын. Перде дайын болды. Енді лампочка істейміз. Оны істеу үшін бірінші сфера қоямын. Add mesh UV сфера. Слэшті басамын. Жоғары бетін істеу үшін осы жерден аламыз. Жоғары бетін прям жақтан шығарамыз. Оның үшін жақ бетті талап алу керек. Альтті ұстап тұрып, мына жерге басамын шетіне. Сонда домалақ қылып деп талап береді. Енді shift ұстап тұрып альтті басып тұрамын. Сонымен деп талай беремін бұлай. Так, мына беті бұлай талынбайды, себебі өзім түсінбедім, бірақ сондай болып кетіпті. Оны просто shift ұстап тұрып, бұлай таласаңыз болады. Shift ұстап тұрып деп. Енді жақ бетті отдельный объект қылып алу керек. Оның үшін shift дейді басып отдельный
face қылып шығарамын. Кейін p-ны басып, отдельно қылып алып аламын. Отдельно объект қылып алып аламын. Так, мына жерде екі мәрте бассам таланады. Енді оған объем беру керек. Edit модына өтемін. A-ны басып бәр жерін талаймын. Сөйтіп Alt E. Екіншісін талаймын. Мындай болып шығарып аламыз. Alt E. Мындай шығарып аламын. Енді ортасын талап, сондай қылып шығару керек. Оның үшін былай X-ті басып шеттен қараймын да. Жерден extrude regionді талап, былай деп көтеремін. Так, мынаумен былай көтеріп отырмаймыз. Енді осы extrude regionның шорткатын пайдаланамыз. Ол E деген кнопка. E-ні бассам, сонда extrude region ұқсап шығады. Осыдан пайдаланамыз. Бұл жерде select box талап қоямын. E-ні бастым, шықты. Қайтадан көрсетемін. E осындай болып шығады. Так, бірінші болып G, Z де көтеріп аламын, мына жерін. Сөйтіп E-ні басамын. Так, енді қайтадан E-ні басамын. Мишканы деп басамын, оң шеп жап кеттім. Сөйтіп осыны бұруым керек. R деп бұрып қоямын. G мына жерлеу қоямын. Сәл жерлеу. E, R, E, жерімен R, E, R. Так, R деп бұрып қоямыз. E, болды. Сондай бұрып қойдым. Қайтадан көрсетемін, қараң. E-ні бассам сондай болып шығады. Тек сол бір көк Z-пен шығады екен былай. Мишканың оң жағын бассам орнына қайтып келеді. Кейін G-ні бассаңыз деп жерден қайтадан шығарсаңыз болады. Өзіңізге қарайғанше. Былай деп қойып алып, R-мен деп бұрып қоясыз. Сондай форма шығараппыз қазір. Так, E-ні басып, қайтадан бастым. И сәл деп қоямын. E деп қоямыз. Енді мына жерін істеу үшін қайтадан E-ні басамын, E, сөйтіп соны үлкейтемін былай. Сәл нақылау қоямын, G, Y, и E-ні басамын қайтадан. Сондай болады. Енді соны сол екеуіне shift ұстап тұрып, shade auto smooth деп shade smooth беремін. Мынаған shade smooth береміз, мынаған есе shade auto smooth береді екенбіз. Не нормально болды. Енді сол екеуін талап тұрып, Ctrl G-ні басамын. Ctrl G. Өзгеріп кетеді екен, екеуін бір-біріне қоссам, онда қоспай-ақ қоямын. Қосып қойсаңыз, былай Ctrl Z бассаңыз болады, сонда артқа қайтады. Обратно слэшті басып режим өтемін. Размерін өзгертемін. S шеттен қарап, G жоғары қоямын мына жерге. G, X, G, Y. G, Y. Так, мына несін сәл шегіріспеу керек екен. G, Y. Болды. Все. Цвет дайын. Так, енді гүлді істеп көрсетемін. Базадағы гүлді. Базаны талаймын, точка басамын. Гүл істеу үшін бірінші кубик шығарамыз. Кубикті слэшпен отдельный режим өтемін. Кубикке subdivision surface береміз. Subdivision surface. Енді levelді көбейтеміз. 3-ке қоямын. Енді жоғарысын S пенен кішейтемін бұлай. Созамын. Сөйтіп ұлма асветнан кішейтемін. Бірақ общий кішейтпеймін бұлай. S, Y пенен кішейтемін. S, Y. Деп күшейтеміз. Сондай болады. Гүлдің форматы ұқсап жатыр уже. Общий күшейтемін бұлай. Енді ұсына лупкат қойым керек орталарына. Мына жерге біреу, мына жерге біреу. Енді қарам. Ұсының енді форматы өзгертсем болады, бұлай деп өзгертсем болады. Гүлге ұқсатып қойсам болады. Так. Деп таласам, арт бетінде таланбай қалды. Alt Z. Енді таланады. Сөйтіп қойып аламын формаларын.
Так, қайта сайыштасымен шейд смуз беру керек екен. Шейд смуз. Так, сосын енді неге апарамын? S жоғарыдан қарап нәтижеге қоюым керек. S G G Y көтеріп қоямын ылғи. Беріп қоямыз. Фейт модқа өтіп Alt Z басамын. Так, сосын кіттай былай S Y пен кіттай көтеріп қою керек екен, былай үлкейтіп қою керек екен. Енді осыны көбасын шығарамыз. Shift T. Жоғарыдан қарап тұрып деп қойып тастаймын, былай бұрып қойып тастаймын. Бұрып қоямын. RZ. Жоғарыдан қарап, мына жерінде дұрыстап жүрсем болады. Alt Z. Былай дұрыстап қойсам да болады. Бір-біріне тигізбей. Гүлмістайын. Гүлсепсіз. Бүгінге осы кейінгі сабақта осы майда объектілерді істейміз. Қош сау болың.